Иә. Жалпы осы жерде болады біздің басқару формамыз. Енді үміткерлерімізге бастайық, иә, сөз кезегін берейік. Қатысып отырғандардың саны 50 оқушы мен 18 мұғалім, 68 адам дауыс беріп отыр. Президенттікке үміткер, екі үміткеріміз Керейіп Алихан мен Жақау Абаттың дауыстарын санайтын болсақ, Жақау Абат 33, Керейіп Алихан 35 дауыс жинап отыр. Премьер-министрлікке үміткерлік бойынша келетін болсақ, премьер-министрлікке бізге Саламат, Мейіржан, Дастан түсіп отыр. Дастан 20 дауыс жинап отыр, Мейіржан 22 дауыс жинап отыр, Саламат 26 дауыс жинап отыр. Одан кейін Ильяс спорт министрі өзіңнің должнеңді қала бересің, Бекжан мәдениет министрлігі, Нұрымда ақпараттық және коммуникациялық министрлік жалпы несін қарау керек. Сол лауазымға өзіңнің идеяларыңды барлығын түсіріп, есесті тұқтаймыз. Ертең жаңағы салтанат линейкада өзіңізге неңізді не істейміз. Ертеңіз линейка бұл салтанатты түрде емес, бұл уже жұмысымызды бастап кету үшін шағын түрде болып тұрған нәрсе. Бірақ үлкен шарасын оны алдағы уақытта өткізетін боламыз, жоғарғы деңгейде. Министрлікке сайландық, енді бір үйдің баласындай қызмет етеміз. Алға Қазақстан! Біз біргеміз!